Бисмилля, альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Құрметті бауырлар, енді жалпы мынау умраға келіп жүргеннен кейін енді адам өзін түзетумен, кішкентай өзін мынау жаңартумен айналысады ғой. Бұл енді тек қана умраға келуші адам емес, мен өзіме осы келуімде бейне бір ретрит дейді ғой, енді анау бір жаңару, бір кішкентай мынау күйбелең өмірден кішкентай бір демалу есебінде келіп жатырмын. Сондағы жалпы енді өзімнің ішімдегі бір хал күйден бір бөлісіп, жалпы адамдарға, осы тыңдаушыларға пайдасы болса екен деген ниетім бар. Біріншіден мен жалпы өзі ниет қылып, осы енді рухани сапар деп келіп жатырмыз, бірақ өзі шындап келгенде адамның барлық өмір рухани сапар шығар. Ол міндетті түрде Меккеге, Мединаға келу емес. Жалпы адам өзі өмірде барлық жүргенде рухани сапар деп ойлаймын оның бәрін. Сол үшін біріншіден, екіншіден бүгінгі қозғамақшы болған тақырыбым мынау қайдан шықты десеңіздер, мынау көпшілік қауыммен, өзіңізге бейтаныс жермен араласқанда келген ойлардан шығып жатыр. Өйткені егер енді сіз сондай бір жерде жұмыс жасасаңыз, осы нәрсе көп білінеді, бірақ негізі бұл міндетті түрде бөтен адамдармен жұмыс жасау, бөтен елге барудағы қажетті болған нүктелер емес. Бәлки бұл әрбір адамға жалпы өміріне қажетті болған нүктелер. Ана кісінің бері, ар жақтарды ары айтасыздар ғой. Құрметті бауырлар, енді жалпы қозғамақшы болған тақырыбым мынау қалай айтса болады, сынау дейді ғой. Орыс тілінде ыңғайлы шығар деп ойлаймын, қазақ тілінде жақсы түсіндіре алмасам да осуждение деген бар. Осуждение. Яғни сынап мін тағу, мінеу. Иә. Өйткені жалпы ол адамда әрдайым болады ол. Барлық адамда болады. Ең қызық жері осы мінеу, яғни осуждение, кейбір адамдарда белгілі бір сабақ алғаннан кейін басылады. Мен оны мынандай бір мысалға, бір кісі айтып жатыр. Менде бір әкем болды дейді да. Сол қайтыс боларынан сәл бұрын қатты ауырды дейді. Содан бір кездері енді төсек тартып жатып қалды, қатты ауырды, дәрігерге көрінді, бәріне көрінді. Бір кезде адам өзі түсінеді ғой. Ана дәрігер жәрдемі сәл-ақ, енді өмірдің қалғанын саналы түрде өте пайдалы өткізуге тура келетін бір шешім қабылдайтын кез келеді. Негізі оны міндетті түрде өлімнің алдында қабылдау дұрыс емес, ондай шешімді. Адам жалпы барлық өмірін ертең өліп қалам дегендей қабылдаған дұрыс қой. Өйткені пайғамбарымыз айтады, ұйқы өліммен тең дейді. Дұрыс па? Сіз ұйықтағаннан кейін қайтып тұрасыз ба, тұрмайсыз ба, ол бір Аллаға мәлім. Сондықтан осы бір тұста айтпақ болған нәрсесі әлі кісінің, мен әкем соны түсінгеннен кейін бір өзгерді дейді. Оның өзгергендігі сол, о кісі андай сәл ашушаң сондай кісі еді дейді. Бірден сабырлыға түсті дейді. Ең қатты байқағаным осуждение дейді ғой. Яғни мінемей қойды дейді. Жұрттардың бәріне мін тағушы еді да о кісі дейді. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, біздің кезде андай болған, қазір кездегі жастар дұрыс емес, анау мемлекеттің басқарып отқандар дұрыс емес, былай қылу керек, олай қылу, яғни осындай бір сынап, міне қызыл кеңірдек болып өтетін дейді да. Ана бір жерге келген кезінде тоқтады дейді. Жалпы мен осы нүктеден бір бастағым келіп отқан мына бір нәрсе бар. Осуждение дейміз ғой, мінеу, сынау, ол қалай болады? Және не себептен болады, оның пайдасы мен зиянына қысқа тоқталамын. Біріншіден, адам неге осындай нәрсеге құмар? Байқайсыз, барлық адамда болады. Ол мен өзімнен байқаймын. Әсіресе Меккеге, Мединаға келгенде байқаймын. Бұрын өзіме қатты сұрақ болатын, қатты қиналатынмын.
Сөйтсек, мен өзімдегі бір нәрсені байқағаным, өзіме рұқсат бермейтін нәрсені біреуден көрсем, соған қысылады екенмін. Мысалы айтайық, көшеде келе жатады да бір адамдар. Мына жерде енді пәлен адам келе жатыр ғой, тоқтағысы келді ме, сол жерде тоқтай салады, болды. Сөйтіп екеуі сөйлесіп тұрады. Сіз мияқтан өтіп келе жатсыз ба, ауырып келе жатсыз, ақсап келе жатсыз ба, жоқ арба сүйретіп келе жатсыз ба? Екі қойын бұрсам ешкім тиген. Ана кісі тоқтағысы келді. Болды, тоқтай салды. Немесе тоқтайды да бір топ адам сол жерде сөйлесе салады. Соған мен алғашқы кездерде кәдімгідей ашуланатынмын да. Мынау не мынау деп, қандай тәрбие бұл? Өзі жолдың ортасында тұруды, мысалы, өз ұстаздарымнан қатты көп естігенмін да, жолдың ортасында тұрма. Шетке шығып тұр. Яғни бір белгілі бір әдептерді адам өзіне алады өмір бақи. Осындай бір түсініктерменен ойлайсыз, менің ұстанған әдебім менікі дұрыс деп та. Бірақ шындап дегенде ше, жер бетінде қанша адам бар, сонша түрлі пікір бар. Сонша түрлі әдеп бар. Мысалы, осы Мекке Мединаға келгенде көп адамдар мына бір нәрсені түсінбейді. Сіз мынау әсіресе мына сүйретпей аяқ киім киесіз ғой, мешіттің алдына осылай тастап кетсеңізше, екінші адам киіп кете салады. Оны ұрлық есебінде кимейді. Оларға ол қарапайым дүние да. Аяқ киімін анау есіктен кіреді да, шешеді да, мынау есіктен шығып бара жатқанда басқа аяқ киім киіп кете салады. Оларға бәрібір ғой дейді да, менікі де сүйретпе дейді. Ананы ала салсын дейді, менікін дейді. Яғни андай қарапайым түсінік. Енді ол сіздің миыңызға кіре ма, кірмей ма білмеймін. Бірақ о кісілерде тәрбие сондай да. Сіз дауғып атсаңыз, сүйретпеге бола ма дейді. Бір жігіт айтады, мысалы, мен итальянский аяқ киім алып келгем дейді. Сүйретпе да, ол пәлен мың тұрады ғой енді. Сөйтіп, мешітке кіріп бара жатқанда шешіп кеткен ғой дейді да енді. Қайтып келсем жоқ дейді. Сонымен шыжбыж болған ғой. Сөйтіп, сол жерде не сүртіп жүрген, жүрген адамдарға бардым да, ұрысып жатырмын дейді да, мен аяқ киім неға шештім, не болып жатыр десем, болды, түсіндім, бергел деп айтты дейді, бардым дейді. Сөйтсем, ар жақта мусор жинайтын арбасы бар екен, ше. Сөйтсем, бір жағы о жерде мынау адамдар шығып, бәрі босағаннан кейін де мына артық тұрған аяқ киімдерін мусорға тастайды екен. Оларда мынау жай қолданыстағы одноразовый зат есебінде да. Сол алып келді да, арбаның ішінде дейді, аяқ киім толып тұр дейді да, ішінен ала салшы осының деп айтты. Қалағаныңды. Сонда о кісілерге ол итальянский ма, жоқ, басқа ма, не жоқ та, шаруасы жоқ. Өйткені ол, мысалы, жолда жатса, адам шалынады, басқа болады. Мынау мешіттен біраз адам шығып кетті ау деп бүйтіп қарайды, ешкім жоқ екен. Сөйтеді де, онда мынау тұрған аяқ киімдер жұрттар тастап кетті. Бұл мусор. Өйткені қазір мына жерден адам шалынады. Ол дұрыс түсінік та былай қарағанда. Оның қызметі мешітті тазалау. Дұрыс па? Келді да алып кетіп қалды аяқ киімдер. Сондықтан кейбір адамдар ойлайды, менің ішімдегі әдебім тек қана сол дұрыс деп ойлайды да. Бірақ негізі ондай категорично дейді ғой, ондай бір қатып қалған ой пікір дұрыс емес нәрсе. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жерді аралаңдар, көріңдер деп Құран-ы Кәрімде де айтқаны, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ел, жер аралау. Біздің қазақта да сөз бар, атың болса желіп жүріп жер таны, асың болса беріп жүріп ел таны дейді. Адаммен аралас дейді, дастарханды бол дейді. Яғни дастарханыңда сонда тек қана өзің танитын адамдар емес та, сонда неше түрлі ұлт, неше түрлі адамдарды таңдамай шақыр дейді, араласасын дейді, танысасын. Өйткені мынандай да нүкте бар. Сіз қанша тіл білсеңіз, сіздің ойлау қабілетіңіз де сонша түрлі болады. Сіздің көкжиегіңіз де түрлі болады. Өйткені бір тіл ол бір мәдениет. Мәдениет деген сөз ол өмір сүру көзқарасы ғой, былай айтқанда ше. Яғни бір халықтың, мысалы сіз қазақша білесіз ба, қазақ халқының өмір сүру көзқарасы. Ал енді сіз жанына орысша қостыңыз ба, орыс тілінің кішкентайы. Өзбекше қостыңыз ба, өзбекшенікі бар. Жанында ағылшынша бар. Ол ағылшыншаның ішінде де түрлі бөлінеді ғой, ішке қарай жаңағыдай. Соншалықты сізде мәдениет болады, мысалы. Арабшасы бар, түркішесі бар, мысалда қанша тіл білесіз, сонша сізде мәдениеттен хабарыңыз болады. Енді айтпағым, адамда
өзіне бейтаныс нәрсені, яғни өзіне бейтаныс болған нәрсенің бәрін өзіне жау көреді. Біріншіден, өзіне таныс емес болған нәрседен әрдайым қорқады және қашады. Сондықтан ол ең бірінші себебі содан адам сөйлей береді. Екіншіден, алған тәрбиесінен. Және де үшіншіден, өзіне келіп жатқан, немесе қоғамға келіп жатқан кері әсерден. Мысалы, қоғамда біреу андай ерсі қылық көрсетіп жатса, еріксіз ана жерде тоқтау саласы ғой, қойсаңдар, мысалы, төбелесіп жатыр екі адам. Ол сізді сабап атқан жоқ қой. Бірақ ана қоғамда ешкім ажыратпаса, сосын айғайлайсыз ғой, мынау не, мынау бассыздық. Ол біреудің майып қылып атқан шығарсыз. Ұрсасыз ғой, мысалы, қой енді. Қандай ашулансаң, қандай ақымақ болсаң да, бұл не мынау? Дәл сондықтан, яғни оның себептері, осындай бірнеше себептерге әсері бар. Сосын, енді жалпы оның өмірге пайдасы бар ма, зияны бар ма десеңізше, оның зияны да, пайдасы да бар. Пайдасы сол, өзіңізге андай әсер етіп атқанға, қоғамға әсер етіп атқанға сіздің араласып, оны қайтарғаныңыз, соны дұрыс емес деп санағаныңыз, не қылғаныңыз, ол пайдалы. Бірақ көбінесе бұл зияны көбірек. Өйткені біз оны осының орнында қолданбаймыз. Бәлки андай бір белгілі бір ше, андай дофамин алуға қолданамыз ғой. Өйткені мынандай да, анау қазақта сөз бар ше, ішінен балағаттаған адам көп балағаттайды деген сөз бар. Білесіз ба? Сыртқа шығарып жіберсеңіз балағат сөзді, сол жерде бітеді да. Хаттасына баттас десеңіз, сол бітеді. Бірақ ана ішіңізден жіберсеңіз ше, майдалап, ол біраз тұрасыз да ана жерде. Сондықтан айтпағым, адам өзінің ішінен емес кейбір эмоцияларын сыртқа шығарып тастаған жақсы. Ашу ма? Ашуды шығарып тастасаң, мысалы бір нәрсе ашуланып келдіңіз ба? Мен осы жерде пәленше, сен жамансың дедіңіз ба? Ашу шықты да, айтып алдыңыз да ашуыңызды. Енді одан кейін ананың зәрі болмайды. Сіз басыласыз. Дәл сол сияқты, сол басылу, мен бір істі бітірдім дегеннен кейінгі нүкте адамға бір белгілі бір жеңілдік алып келеді. Сондықтан осы жеңілдіктің себебінен, яғни мен энергия қуат алдым, дұрыс қылдым деген сияқты, жақынырақ мына жерлерге отырсаңыздаршы. Сыйсын дер, әйел кісілер солай, ер кісілер былай. Сонда оның өмірдегі зияндары бар екен. Қандай зияндары бар? Осуждение дейміз ғой, яғни мін тағу, айыптау, оны гүмбірлеп айту, жаңағы жақтырмай, жаңа бір нәрсені гүмбірлеп жүру, ол ішке сізге негатив сыйлайды негізі. Ішке әрдайым негатив сыйлайды. Ол көп адам ойлайды, мен ана ашуланып атырмын дейді да, жаңалдегі. Ол нормальный деп ойлайды. Ол ашудың өзінің орны менен ережесі барын көп адам түсінбейді. Сосын, құрметті жақсылар, мен неге бұл тақырыпты қозғадым? Жалпы, мынау бірнеше маңызды нүктелер бар. Адам өзінің өмірін сапалы өмір сүру керек. Өйткені бұл өміріміз қайтып келмейтін өмір. Зу етіп, найзағайдай өтеді де шығады. Қайтып келмейді. Ал енді әсіресе мынандай рухани сапарға келген адам әрдайым өзін түзетумен айналысу керек. Сол өзін түзетуге бүгінгі маңызды болған себептің бірі осы көп адамдарда байқайтыным, мысалы келіп бізден, мысалы кешеде сұрақ қойып атқандағындай, аналар намазы бөлек қой, біздің намаз қалай болады, мысалы. Ол әңгіме ондай емес та, біреуді жақтырмау, біреуді кемсіту емес, бірақ ол өзгешелікті көрді да. Енді сол жерде осуждение дейді ғой, мін тағу, айыптау болмау керек. Яғни ол адам солай қалдырыңыз оны. Сіздің тәрбиеңіз, сіздің өмір жолыңыз бөлек, осылай жүріңіз. Біз осылай бір-бірімізбен араласуды үйренеміз. Өйткені Құран Кәрімде айтады, біз сіздерді түрлі ұлттар, түрлі тайпалар қылдық, бір-бірлеріңізді тану үшін дейді. Ли таарафу. Енді осы жердегі тааруф сөзі негізі тану емес екен. Урф деген сөздің бірінші мағынасы, бірінші жақын, ең қатты мағынасы білімге келеді.
білім арттырып білу үшін бір-біріңіз. Және негізі тариф деген сөздің мағынасы былай айтқанда ерекшелеу, ерекшелігін түсіну. Яғни бір-біріңізден біз сіздерді түрлі қылып жараттық, сол ерекшеліктерді сол күйінде қабылдаңыз демекші Алла тағала. Бір-біріңізбенен сын тағып, мін тағып емес. Қалайсыз, солай араласыңыз демекші. Енді мына бір маңызды нүкте бар. Осы жерде сын менен міннің арасында айырмашылық бар екен. Мін тағу ол тек қана аталуында емес, біздің қазақ тілі байлығы ғой, яғни орыс тілінде де дәл сондай. Осуждение деген нүкте бар да, конструктивная критика деген нүкте бар. Яғни біреуді критика қылсаңыз, ол міндетті түрде конструктивный болу керек. Яғни ақылға қонымды. Айырмасын айтып берейінші. Ең бірінші мақсаты. Қараңыз, адам не үшін бір адамды мін тағады? Қалай ол? Оның өзгешелігі үшін, оны қаралау үшін, оны дұрыс емес екенін бағалау үшін, дұрыс па? Яғни біз бірінші баға береміз. Ал енді ереже. Сіз біреуге баға беретін, оны дұрыс емесін айтатын қаншалықты құқығыңыз бар деп ойлайсыз? Айтыңызшы осы өмірде. Оны сіз жараттыңыз ба? Жоқтан бар қылдыңыз ба? Оған рызық несібесін сіз жеткізіп беріп жатсыз ба? Оған ешқандай да біздің қақымыз жоқ. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда шариғатта мынандай сөз бар. Мұсылман адамның дінінің көркемдігі сондай, өзгенің ісіне шаруасы болмайды дейді. Яғни біреудің ісінде өзінің жұмысы жоқ та. Бұл шын діннің, сіздің дін ұстанғаныңыздың көркемдігі сонда болады. Яғни біреумен шаруаң болмасын. Ол қалай ол солай? Яғни сондай дәрежеде адам өз-өзіне бірінші. Ал егер енді шынымен бір жүрегіңізде неше түрлі сұрақтар шығып жатса ше, оған басуға бірнеше жәрдем беретін нүктелер айтамын. Біріншіден, жаңа жоғарыда айтқандай, жаратылған затты, оған баға беру, оны сынау, оны түбінде не үшін сын беріледі біреуге? Мысалы, емтиханда не үшін тапсырады? Баға алу үшін ғой, содан кейін жаза алу үшін, дұрыс па? Оны жазалайтын да, оны бағалайтын да кім? Алла. Сондықтан сіз Алланың ісіне араласқан боласыз. Түсінікті ғой, яғни біреуге мін тағу, ол Алланың ісіне араласу деп түсініңіз. Сондықтан ешкімді мінеудің қажеті жоқ. Ешкімді сынаудың да қажеті жоқ бұл өмірде. Әркім қалай, ол солай қабылдауға әрекет жасаңыз. Тағы бір нүкте енді. Сізге ақыли пікірге бір жәрдем беретін тағы бір нүкте айтам. Біріншіден, құрметті бауырлар, жалпы әркімнің жағдайын біз сыртыменен ғана көріп тұрмыз, дұрыс па? Ал оның ішкі жағдайын, оның ішкі себебін сіз біле аласыз ба? Қиын ғой, рас па? Мысалы, мынандай бір мысал бар. Мерлин Аткинсон деген өзінің ұстазым бір кітабында керемет мысал келтіреді. Бір ер кісі метроға кірді дейді. Метроға кірді да, толы бала шағасымен кірді дейді да. Бірақ ана кісі бір бейне бір андай ступор дейді ғой адамда. Андай басы жасамай бүйтіп мәң болып қалады ғой. Тура сол мәң күйінде орындыққа отыра кетті дейді да осылай. Ана 2-3 баласы шулап, анаған ілінеді, мынаған ілінеді, ананы ұстайды, бір-бірін қуады, ха-ха-ха, ехеге, қиратып барады. Бала ғой енді. Сонымен дейді, әлгі кісі айтады, мен енді өзімше мәдениеттімін ғой дейді. Ананы жақтырмай тұрмын баласын шулаған. Барынша әдепті күйде, сондай бір күшті күйде, ана кісінің жанына барып, саламатсыз ба? Я, саламатсыз. Негізі, мына балдарыңызды тәртіпке келтіріп қойғаныңыз дұрыс шығар деп айттым дейді да енді. Былай қарағанда бір күшті айтты ғой енді, өте мәдениетті, әдемі жеткізді ғой. Ұрысқан жоқ, Ана кісі өзіне келді дейді да. Иә, соны дұрыстайыншы
деді дейді. Сөйтті да негізі бұлардың мамасы ауруханада жатқан еді. Қазір қайтыс болды деген хабарды алдым дейді да. Енді ана кісінің жағдайы түсінікті болды ғой, мәң болып қалды. Ол балаларына қарауға шамасы жоқ оның. Ана баласын шулап жатқан, ей тоқташы, былай ол отыра алмай, ол басқа жаққа кетіп қалды. Ол сондай бір жағдай. Ер кісілер бері бөлініп отырыңыздаршы, өтініш. Қазақстан емес, бұл жерде қатты қарайды. Қатты қарайды. Араларыңыз кішкентай жақынырақ бері отыр. Мен негіз істемеймін, ұрмаймын, ондай әдетім жоқ негіз. Бер жақындай беріңіз дейді. Шыбығым жоқ, көріп отырсыздар ғой, жаңа не сол үшін біз бір адамды сынап, кейде міне саламыз да, сыртындағы көрінісіне қарай. Мысалы, әсіресе әлеуметтік желіде көп байқаймын да. Ана бір видеода немесе бір пікір айтасыз ғой. Сөйтсең біреу өп етіп жауап береді да. Сосын оған түсіндіресің ғой, бауырым, неге бұндай жаман комментарий жаздың? Өзі негізі былай ғой десең, мен білмей қалдым дейді. Яғни өзінің ішіндегісін айта салу деген ол оңай сияқты көрінеді. Бірақ ол сіздің айтқан сөзін біреуге қалай тиеді? Оның көпшілікке қаншалықты әсері бар? Оны білмейсіз ғой. Мысалы, әзілдемейтін орында кейбіреулер соны әзілге айналдырып бір о жерде күлмейтін әңгімені әзіл қылып жібереді. Өз әзілдейді, бірақ ана жерде ана кісі өзінің төмен екенін көрсетіп қояды да. Мысалы айтайық, мен өте қарапайым мысал. Бір күні көлдің жағасына тоқтадым. Өтіп бара жатсам, бір әдемі көл тұр екен да. Енді анау керемет. Тоқтадым да, ананы аралап көрдім. Бір кішкентай үйрек жүр, ана жанында қамыс, ана көлдің көктігі сондай керемет енді. Анау сондай әдемілікті көргесін бәрі жүрегім қозғалады ғой. Содан ана іштегі ой келіп, мен әдетім бар Инстаграмда, бір ой дейсің ғой. Сөйтесің да, оқығаның шығады ғой ана жерден. Мына жаққа өтіп кетіңіздер ішке. Бір ой дедім, ана жерде бір әдемі ой айтып, жұртпен бөлістім ғой енді. Енді біреулер, қосылып жатыр, не қылып жатыр. Сонда бір адамның комментарийін қарасаңызшы. Сіз соны көлдің жағасында жүріп, сол көлді бүлдіруге тоқтадыңыз ба дейді ғой. Сонда о кісінің ойы дәретхана да. Біреудің ойы дәретхана. Біреудің ойы ол көлдің сұлулығы менен үйрегі. Бірақ қарасаңыз, сонда кейбіреулер ана жерде қатырдым деп айтқанменен өзінің төмендігін көрсетіп қояды да. Қаншалықты екен. Сол үшін мынандай да бір сөз бар ғой. Бір кісі сұрап жатыр дейді да. Бір адам білімі жоқ, не істейді дейді ғой. Енді білімі жоқ, көпшіліктің алдына тұрып қалса не істесін дейді ғой. Сөйтсе айтыпты, егер білімі жоқ болса, үндемесін депті. Ал егер үндей алмаса ше депті да, сөйлеп қойса ше деген, онда өле салсын деген екен. Мен өте қысқартып айттым. Өйткені анау білімі жоқ, ана жерді түсінбейді, ана жерді құртады ғой дегені ғой енді анау. Ана ұяттан қоясасын дегені ғой. Енді жалпы ол үлкен нәрсе, бірақ мен айтпағым осуждение деген бар. Мінеу сын тағу өзінің орнымен болады. Сол үшін сынау ана біреуді жаңалдегі мінеу мақсаты оның әжуалау, яғни масқаралау, немесе ішіндегісін бүйтіп кеп қалғанда алғашқысын қоя салу, немесе өзіне ұқсамайтын нәрсені міндетті түрде ана былдырлап, ана жерде бүлдіру сияқты қылып айтамыз біз. Бірақ ана конструктивная критика дейміз ғой, мен айтып жатқаным. Саналы сынақ деп айтайықшы, саналы түрде сынайды. Қазақта әдемі сөз бар оған. Не дейді? Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Сіз бір мінді көрдіңіз ғой, бір адамның қисықтығын көрдіңіз. Сіз соған сынды түзу қылып айтпасаңыз, оның міні түзелмейді. Дұрыс па? Яғни сынды түзу сын деп айтады қазақта соны. Сол үшін сіз егер сынды түзу айтқыңыз келсе, оның мақсаты болу керек екен ғой. Қандай мақсат? Мақсат сондай екен. Фокус дейміз ғой. Біз біреуге сын айтқан кезінде адамды меңземеуіміз керек екен. Бәлки сол жасалынған істі немесе күнәні меңзеу керек екенбіз.
түсінікті ғой? Яғни фокус. Адамды меңземеңіз ешқашан. Өйткені барлық адам қателеседі. Сондықтан ол адам қателеседі. Сол жерде ол басқа пікірде болды, басқа ойда болды, әртүрлі мағынамен кетеді. Сондықтан оның қақысы бар ма қателесуге? Қақысы бар, проблема жоқ. Ал ол қателесуге қақысы бар адамға сын айтуға сіздің қаншалықты хақыңыз бар? 0. Дұрыс па? 0. Сын айтуға сіздің хақыңыз жоқ. Өйткені ол қателесу хақысы бар адам. Сондықтан сіз процеске, болған іске, болған уақиғаға фокус қоя аласыз. Сөйлегіңіз кеп баратса, соны айтыңыз. Мынандай күнә бар, маған қатты жаман көрінді деп та мысалы. Өйткені анау имам Абу Ханифадан сұрайды ғой, мысалы, сіз қандай осындай көркем мінезді қайдан алдыңыз дегенде, жаманнан үйрендім дейді. Ана жаманның жамандығын көргесін, ол ана адамды есте сақтап қалмағанда, көрдіңіз ба? Ананың жамандығын есте сақтап қалған. Жаман істі есте сақтап қалған. Сол бірінші орында мақсат адамда. Екінші орында оны жеткізудің әдісі болады. Яғни көп адам сын айтқанда қалай тұр, солай айта салады. Ал дұрыс түзу сын айтушы адам оның мақсатына қарай, яғни қайтсем түзелет деп, түзелетін жағын шешімімен қосып айтады. Яғни әрдайым сынаған кезде шешімімен қосып айтылады. Мынандай бір жаман іс көріп жүрміз, оның орнына мынандай қылып ауыстырғанымыз дұрыс болмай ма деп, мысалы, жақсы сөзбен, оның шешімімен, оның ретімен айтылғаны абзалырақ болады. Сондықтан, құрметті жақсылар, жалпы сынау, мінеу, дейміз осуждение, адамға не зияндығы бар? Біріншіден, осы жерде көп адамдар жалпы бір өзгешелікті көре салып, мінеп жатады, сынап жатады. Ол біріншіден негатив сыйлайды сіздің ішіңізге. Екіншіден, осы негативтің жанында кейде сіз күнәға бататындай дәрежеге жетіп қаласыз. Неге екенін айтайыншы. Мынау Мекке қаласы, сіз тұрып жатқан қазіргі, Медина қаласы, екеуі негізі қасиетті қала болып саналады. Осы екі қаладағы адамдарды сынау, сол жердегі болып атқан жағдайды сынау, сол жерді жақтырмау өте ауыр істелген болып саналады. Тіпті сондай көп уақиғалар бар. Бір кісі Медина қаласына келіп, сол жердегі бір арбакештің жаңағыдегі арбасына көзі түсіп кетеді. Сөйтсе, соның ішіндегі бір жемісі жаңағыдегі онша емес екен. Әдемі емес та? Сонда ана кісінің айтқаны ғой, мына жердің, мысалы айтайық, алмасы жаман екен ғой дейді. Деп аузынан шығып кетеді. Былай айтқанда, не бопты, пенде ғой, айта салды, біздің қазіргі ойда ғой, енді Инстаграм, ТикТокта сөйлей саласың ғой, рахат, айтып қоя салдым. Түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп айтады, пәленше дейді, менің қаламның алмасын жақтырмасаң шығып кет дейді. Шығып кете сал дейді. Қалай болды енді? Бұл жай болды ма, болмады ма десеңіз де, Меккенің, Медина қаласының қасиеттері жазылған, солар туралы мақталған, соның ұлылығын ұлықтаған кітаптар өте көп. Өте көп. Сол кітаптарындағы барлық ғұламалар Медина қаласының тұрғынын да еш нәрсесінде, Мекке қаласының тұрғыны менен ол жердегі еш нәрсенде жамандауға хақың жоқ деп айтады. Бір ауыздан, бәрін келісетін. Бұл жерге келгеннен кейін біз мақсатымыз құлшылық ғибадатқа келдік. Ендеше ойлаңызшы, қажылыққа, умраға келген адамның осы қасиетті жерге келгендегі, мысалы, бірнеше күн боласыз. Бірінші орында тілге сақ болу, көзге сақ болу. Біреудің айыбын көріп қойсаң көзіңді жұм.
Өйткені білесіз ба, мынандай бір имамның әдемі сөзі бар. Оны біреулер айтады, бұл Абдул-Қадир Жиланидан қалған сөз деп айтады, әулие кісіден. Алла тағаланың жасырынып, Алланың жасырын сипатының ішінде, Алланың пердесінің ішінде тұрған, әшкересіз болып тұрған нәрсені сен әшкерелеме деген ереже бар екен. Яғни бір адамның күнәсін сенен басқа ешкім көрмей тұрса, сен де көрмей қоя сал дейді екен. Түсінікті ғой, яғни. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сондай қасиет бар. Имам Термизиде келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біреудің айыбына көзі соқыр, құлағы керең еді дейді. Жанында қандай адам бір айыпты болып қалса, қандай істеп қойса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәл жанында тұрса да соны естімейді екен, соны көрмейді екен ғой. Соншалықты ол кісі бізге сабақ қалдырған. Бұл тек қана Мекке, Медина қаласын осындай қасиетті дәріптеуден тұрғандығы, ол бір үлкен әңгіме. Ол біздің дініміз және осы қасиетті мекендер болғасын, бұл жерде бүкіл осы жер бетіне 2 миллиард халықтың иманы, сенімі. Мүмкін сіз үшін бұл қалалар ешқандай құны жоқ шығар. Мүмкін сіз үшін басқа, бірақ егер сіз шынымен ақ өзіңізді дамытумен айналысқан, шынайы өмірге, сапалы өмір сүруге ден қойған, өзіңізді дамытумен айналысқан азамат болсаңыз, біреудің дініне, біреудің өмірлік көзқарасына ешқашан сын айтпайсыз. Ол өзінің көзқарасы, ол сондығы қисықтығы болды. Бірақ біз әңгіме айтқыңыз келсе, не нәрсеге әңгіме айтамыз? Адамға ма? Жоқ. Іске. Яғни сол іс күнә ма? Күнә туралы сөйлеңіз. Бірақ оны адамға ешқандай байланыстырмаңыз. Яғни пәленше осы күнәні жасап жатыр емес. Осындай күнә бар. Пайғамбарымыз одан қайтарған. Бұл дұрыс емес нәрсе деп, мысалы, сол күнәнің жамандығын айтыңыз. Жалпы осы Мекке мен Медина қаласы бүкіл мұсылман біткен. Ол қаншаға бөлініп кетсе де, бәріне қасиетті. Оны қасиеттілігі жайында мұсылманның қанша халқы болса, мысалы, сүнниті де, шииті де, басқа ішіндегі бөлініп кеткен бүкіл тайпасы үшін осы 2 қала көзінің қарашығындай қасиетті қала. Бұл жерге келген адам көзін жұмып, өзгенің айыбынан тілін тыйып жүрген абзал болады. Ендеше біз не үйренеміз? Ең бірінші умрамызда тілді, көзді айыптан тыюды үйренеді екенбіз. Елге барғанда онда қандай қасиетпен барасыз? Ар жаққа барғаннан кейін Қазақстанға барғасын, біреудің айыбын айта беруге болады, біреудің айыбына қарай беруге болады деген сөз ба? Жоқ. Осы сабақты біз алуға Алла тағала бекерге алып келген жоқ. Сонау 10.000 километрлерден. Қанша жол жүріп, ұйқыңызды бұзып, қарныңызды аштырып, шөлдеп, неге келдіңіз? Осы сабақты үйренуге келдіңіз. Біздің умрадан алған бүгінгі бірінші сабағымыз өзгенің айыбынан көзді де, құлақты да, тілді де тыю. Бұл елге барғаннан кейін де орындалса екен. Бұл біздің жалпы өмірімізге өте пайдалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылманды мақтайды. Соның ішінде ең сүйікті мұсылман дейді. Тілі менен, қол аяғынан өзгелер зәбір көрмегендер дейді. Ал бір адамға зәбір көрсетудің ең біріншісі оны менен келіспеу емес па, Яғни бір адам бір іс істеп жатса, "Ей, сен істеген ісің құрсын" десеңіз, сіз жақсы боласыз ба? Сіз жақсы болмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің амалы менен, ол өзінен кейінгі сахабаларға осыны үйреткеннен кейін, өзінен кейінгі сахабалар да осындай бірнеше амалдарменен жұртқа дінді насихаттаған. Дінді насихаттауға сұмдық білім қажеті жоқ. Анандай бір хадистерді жаттап, Құран аяттарын түсіндіріп тастаудың қажеті жоқ. Бірақ осы дінді ұстансаңыз болды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын қараңызшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сіздер қазір тұрып атқан осы қалада өмірге келді, дүниеге келді.
осы жерге келе салысыменен мысалы 40 жыл өте бере ол кісінің мойнына артылған жүкті көтеріп пайғамбар болды. Ол кісі бар жоғы Алладан түскен Құранды үйретті, өзінің жүрегінен бізге хадисін айтты. Дұрыс па? Басқа ешнәрсе айтқан жоқ. Кейбір адамдарға, еркіс онда тұрмаңыздар, мына жаққа өтіп кетіңіздер. Кейбір адамдар, байқайсыздар ма, пайғамбарымыз заманда сауаты бар еді. Мен әдейі кейбір деп бар. Сонда сауаты бар адамдар азақ. Пайғамбарымыздың рұқсатымен Құран жазатын, пайғамбарымыздың рұқсатымен хадистерін жазатын. Ал басым көпшілігі ондай сауаты жоқ еді. Бірақ сол басым көпшілігі жәннати болып аталды. Сондай қасиетке еге болған сонша сахабалардың жер бетінде ең ұлы әулиені алсаңыз да бар ғой, жер бетінде ең ұлы әулие кімді айтсаңыз да ең төменгі сахабаға жете алмайды. Ойлаңыз, ол кісілердің қадір қасиеті, сахабалардың ең төменгі сахабаға қасиеті жете алмайды. Сонда ол кісілер қандай мектептен өтті десеңіздер дін ол анау папугай сияқты барлық мәліметті жаттап алып сайрап айта беру емес. Яғни энциклопедия болу емес екен. Сол үшін Құран-ы Кәримде айтады ғой анау. Иығын көп білімді тығып алып, амал қылмайтын адамды кімге теңейді? Құранда. Кітап арқалаған есек деп айтады. Бір кітаптың арқасына 2 қоржын толтырып кітап іліп қойсаңыз, есек ғалым болып кете ма? Болмайды ғой ол. Ол қандай құнды кітап арқалатсаңыз да. Өйткені оның кітап арқасында тұр, оның жүрегінде тұрған жоқ. Ішіне кірген жоқ. Дәл сол сияқты дін біздің анау қалтамыздағы телефонда, анау Википедияда, Google молданың ішінде тұрмау керек. Сұрай салам ғой дейтін. Дін біздің ішімізде амалмен тұру керек. Амалмен. Сіздің мінезіңізбен, сіздің сөзіңізбен, киген киіміңізбен тұрады. Пайғамбарымыз осы нәрсесіменен бізге уағыз қылды. Ендеше бүгінгі бір нәрсеміз үйренетін, құрметті жамағат. Өзгенің айыбына көз жұмып қарау. Құлағымызды да, көзімізді де, тілімізді де тыйып қарау. Бұл деген сөз ана қоғамда болып атқан нәрсеге атсалыспа деген сөз емес, бірақ осы бір нүктені де айтып кетейік. Ол қоғамда бұзылып атқан күнәлар, қоғамда болып атқан проблемаларға оған бір азаматтай, сол елдің азаматындай атсалысасыз. Ол дұрыс нәрсе. Жетім жесірге қарау, ақысы желініп атқан азаматтардың жағына тұрып, соның ақысын әперу, онда ол өте қасиетті істер. Бірақ менің айтпағым біреудің айыбы, яғни ал барлық адам айыппенен қатеге хақысы бар. Пенде ол. Пенделікпен жасалынған дүние. Қорытып айтпағым, құрметті бауырлар. Умраның сабақтары өте көп. Егер ойлай білген адамға қарап байқап жүрсеңіз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы умра жасатқан, соның ішінде көптеген хикметтер жатыр. Егер біле білген, іле білген санаға, соларды саналап, саралап, таңдап деген сөз ғой, саралап деген. Таңдап өміріңізге қолдана білсеңіз, елге қайтқанда керемет өміріңізге сапалы болып өтетін, Алла тағалаға жақын болып өмір сүруге лайықты дүниелерді алып кетеміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям берген осындай хикмет сабақтары, мен ойлаймын, өміріңізге пайдасыз болуы мүмкін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады, ғайбат туралы. Ғайбат соншалықты жамандайды, үлкен күнәлармен бірдей. Адам өлтірумен бірдей екен. Адам өлтіруменен бірдей күнәсі, адамның жанын алумен. Сонда бір кісі тұрып сұрайды, уа Расулалла, ғайбат деп сіз енді сондай жамандадыңыз, менде бір сұрақ бар дейді. Ол енді біреуді айыптау ғой, ғайбат деген. Сосын айтады, енді менің айтып атқан сөзім анау кісіде бар болса дейді да, сол адамда бар дейді да, мен енді сонда айтпауым керек па дейді да, сондай мағынада ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады,
егер сенің айтып атқан сөзің ол бар болса, ол ғайбат болды дейді. Ал егер жоқ болса, онда ол жала болды дейді. Оның жазасы бөлек болады дейді. Ол жала жабу да, ол жоқ нәрсені бар қылып беру. Ал енді екеуінің арасында біреудің бар айыбын біреуге тасып айтқызып беру, ол өсек болады ол кезде. Оның тағы да үкімі бөлек болады да. Сондықтан, бірақ бәрі ағайындылар ғой, байқайсыз ба? Өз атасы біреу, тіл ғой. Тіл ғой, ана біреудің айыбын көріп қалып, дамыту ғой. Анау біреу бар нәрсені айтты, біреу соны дамытып, жоқ қылып айтты, екіншісі тасыды да соның бәрін. Үшіншісі. Былай айтқанда, бірақ сол үшеуінің де алатын жазасы үш түрлі. Ол біреудің айыбы, біреудің әуреті дейміз ғой біздің тілде айтқанда. Ұят жері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғайбат дегенді қалай, не нәрсені тыйды дегенде айтылады. Ол айыбы да. Мысалы, сіз айтқан кезде ол адам сол айтқан нәрсеңді жақтырмаса, сол ғайбат болады. Мысалы айтайық, біреу өзін ұзын тұра дегенді жақтырмайды. Бойын айтқанды жақтырмайды. Біреу денесінің бір жерін айтқанды жақтырмайды. Мысалы, сен қарның бар екен қойса жақтырмайды. Ол бар ғой енді, бар ол енді, бірақ айтқанды ол жақтырмайды. Біреуінің құлағы да, ол жаратылысы сондай, бірақ сен айттың оны. Мысалы, құлағың дәу деді. Ал енді бірақ сұрақ шығады осы жерде. Жақсы. Енді ол құлағы дәу адам несі, құлағын қырып тастай ала ма? Оны солай жаратуына сол айыпты ма екен? Мысалы, басы дәу болып қалды, бір көзі қысқа болып қалды, аузы қисық болып қалды, мұрны үлкен, мұрны пұшық болып қалды. Түрлі айып бар адамның. Ол жаратылысында оны кім сөйтіп жаратты? Алла. Сол үшін айттым ғой басында. Осуждение дейміз. Яғни біреуді мінеу, біреуді сынау қайда апарады? Алланың ісіне араласуға апарады. Алла тағала оны солай жаратты. Сіз сол жерде оның Алланың ісіне қол салып жатсыз. Ол үлкен нәрсе. Бүкіл әлемдердің патшасының ісіне қолыңызды тығып жатсыз. Ол айыптың жанында солай жаратылған айыбы бар. Ал екіншісі білместікпенен жасап қойған айыптар. Білмей қалды, қателесіп қойды да. Оған да жауап айттым әдейі. Қателесуге кімнің қақысы жоқ? Сіз сөйтіп айта аласыз ба? Сен қателесуге қақың жоқ деп. Дұрыс па? Сіз біреуді қателесуге сенің қақың жоқ деп айтуға өзіңіздің қақыңыз жоқ. Өйткені барлық адам осылай жаратылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін әдемі айтты. Әрбір адам күнә жасаушы. Солардың ішінде ең жақсысы тәубе қылушы дейді. Сол күнәсінен қайтушы адам. Күнәні ешкім мақтауға қақысы жоқ. Күнәні ешкім растап, соны мен сол жасағаным дұрыс деуге қақысы жоқ негізі. Ол Алла тағала оны қайтарды ма? Яғни күнә деген мағына сол мағына айтты. Оны сіз мақтауға дұрыс емес нәрсе. Ол қоғамды бұзады, сізді бұзады. Өйткені оның енді иншалла ертеңгі алдағы сабақтарда күнә туралы сөйлейміз. Жалпы күнә деген түсінік қалай, нені білдіреді, және оның бірнеше шекарасы туралы. Бірақ сол сабағымыз иншалла ертең болып қалады. Бірақ соған дейінгі бүгінгі осы бір нәрсе айып туралы. Жалпы күнә емес, айып. Яғни тілден кетеді айып. Дұрыс па? Біреудің ырға тіл келмейді. Біреу бір сөзді қате айтып қояды. Атыңызды қате айтып қояды. Әдейі емес. Енді әдейі айтса, ол енді ол кесапаттығы оның өзінің. Иә. Ол өзінен көрсін. Былай айтқанда да, сізді сөйтіп айтқан үшін. Әдейі айтса, ол әжуалаған үшін жауабын береді ғой. Қайқа кетеді ол. Барлық нәрсенің өзінің жауабы болады. Жауапсыз нәрсе қалмайды бұл дүниеде ше. Ойланбай ақ қойыңыз. Ешкім еш нәрсесіз, қылдай жауапсыз нәрсе жоқ. Жақсы, жаман бәрі қалады. Құрметті бауырлар, өміріміз қамшының сабындай қысқа ғана. Осы қысқа өмірде біреудің айыбына күмбірлеп сөз айтып,
біреудің айыбын айыптап, мінеп, қисайту тұрмақ, адам өзінің айыбын түзетіп алса, шіркін ай, бақытты өмір сүреді. Айтпағым, осындай рухани сапарға Аллахым сізге бұйыртқан екен. Осы сапарда, естеріңізде қояйық, автобуста айттым, өзіміздің айыбымызды бір санап, көз алдымыздан өткізіп, соларды түзеумен айналысып алсақ екен. Күнәларымыздың бәрін тазартып алсақ екен. Күнәміздің кешірім сұрап. Себебі, киім әдемі болу үшін оған әтір керегі жоқ. Оған не керек? Оған сабын керек. Киім әдемі болу үшін оған әтір керегі жоқ. Әтір сепсеңіз киім әдемі болмайды. Оны жусаңыз әдемі болады. Сондықтан сіз қай уақытта әдемі боласыз? Ана өзіңізді әдемі қылып, әтірлеп, күшті көрсетумен әдемі болмайсыз. Қай уақытта әдемі боласыз? Күнәдан өзіңізді тазарған сайын сіз әдемі боласыз. Себебі біз қанша ақындар бар, бізде қазақта әдемі өлең бар. Сәби болғым келеді, сәби болғым дейді. Қандай керемет сөздер. Өйткені сәби, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Сахих Бұхариде келген хадисінде, әрбір сәби анадан туылғанда аппақ ақ парақ болып туылады дейді. Аппақ болады екен, ешқандай жазу болмайды. Осындай болуды аңсаймыз, Соған бару үшін біз ана жазуларды өшіруіміз керек қой, түсінесіз ба? Яғни тазалыққа мұқтажбыз. Сол үшін күнәдан көп кешірім сұрап, шынайы құлшылық ғибадатпен айналысыңыздар. Алда зікір деген неміз бар, тақырыбымыз бар. Қалай зікір айтылады, оның бүкіл шекаралары. Ғибадат бар. Қалай ғибадат, оның шекаралары. Жалпы осының барлығы неге керек десеңізше, мына жерден қайтқанда бар ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, екі умраның арасы, жұма менен жұма намаздың арасы, рамазан мен рамазанның арасы, тіпті оқып атқан екі намаздың арасы күнәнің бәрін жуып кетеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, есігінің алдында дария ағып атса, бір адам күніге 5 мәрте суға түсе берсе, ол да кір қала ма дегенде, жоқ деп айтады Расул. Дәл солай 5 уақыт намаз адам күнәсін жуып кетеді дейді. Яғни сауап амалдар күнә жуады. Бірақ ол күнәні жуу үшін адам саналы түрде келу керек екен ғой оған. Саналы түрде келу керек. Яғни әшейін жасай бердім, ол жуыла береді деген келмейді екен ғой. Сол үшін барлық амал ғибадат болу үшін оған ең бірінші нәрсе ниет керек екен. А ниетті не нәрсемен айтамыз біз? Санамен айтамыз ғой, түсінесіз бе? Оған шынайы жүрекпенен, мойындап, ақылменен айтпасақ, ол ниетке жарамайды. Сондықтан, құрметті бауырлар, елге қайтқан кезде умрашы адам шынайы умраның бәрін жасап, керемет болып қайтса, күнәсінен пәк болып қайтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді умраны кіші қажылық деген, ал қажылық, үлкен қажылықта айтқан сөз бар. Әл-хаджул мабрур, яғни мабрур деген қажылықты түрін айтады да, ол туралы ғалымдарымыз түсіндіреді. Біреулер бүкіл амалдары пайғамбарымыз көрсетіп қойғандай жасаған амал мабрур қажылық дейді. Екінші айтады, қабыл болынған қажылық дейді. Осы мағынаның бәрі дұрыс мағына, негізі дұрыс мағына. Өйткені дәл осы мағынаның бәрін ғалымдарымыз сол хадистің түсіндірме шархында айтқан. Бірақ шынайы, яғни Алла үшін жүрегінің түбінен және пайғамбарымыз көрсетіп бергендей әдемі орындаған адам дейді, қажылықты айтады, анасынан жаңа туылғандай болып қайтады. Ол кісінің алатын ақысы тек қана жәннат дейді. Яғни сондай пәк болып қайту үшін біз өзімізді пәктеумен айналысамыз. Айыптарымызды реттеп, тіліміз бен көзімізді реттеп, анау кеше айтқанымдай жүректі тазарту үшін бірінші жүрекке апаратын қақпаларды тазартып, соларды ашуымыз керек екен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк.